Қайырлы күн достар, сіздермен овощной суптың рецептімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Тазалап жуылған сиырдың свежий етін салқын суға салып, қақпағын жауып, қатты отта қайнатамыз. Сорпа қатты қайнап, көбігі араласып кетпей тұрған кезде, енді қайнайын деп жатқан кезде қақпағын ашып, көбігін алып, отты баяулатып, қақпағын сәл ғана ашып, өте баяу отта қайнатамыз. Шамамен 40 минут өткеннен кейін туралған картоп пен сәбізді қосамыз, және де дәміне қарай тұз қосып араластырамыз. Достар, сорпа прозрачный болып шығу үшін қайнап жатқан кезде міндетті түрде қақпағын кішкене ғана ашып қоясыздар, ауа кіріп тұру үшін, және де жай отта пісіру керек. Сол кезде прозрачный болып әдемі болып шығады. 1 сағаттай қайнады. Ет, картоп және де сәбіз бәрі пісті. Етті сүзіп аламыз. Енді қалауларыңыз бойынша өздеріңізге ұнайтын овощтарды қосасыздар. Мен болгар бұрышы мен цветная капуста және брокколи қостым. Өзіме қатты ұнайды. Дәміне қарай бір лавр жапырағын және де қара бұрышты қосып, араластырып, шамамен 3 минуттай пісіреміз. 3 минуттан артық пісірсеңіздер, брокколи мен цветная капуста езіліп кетеді. Сорпамыз дайын болды, достар. Отты өшіріп, теркадан өткізілген чеснокты қосып, араластырамыз. Етті турап, осылай сорпаға қосамыз. Сорпамыз өте әдемі, дәмді, әрі пайдалы болып шықты. Менің рецептімен жасап көріңіздер, достар. Қалауыңыз бойынша жақсы көретін зейлінді қосып, әдемілеп, дәмін одан әрі келтірсеңіз болады. Қараңыздаршы, сорпасы қандай мөп-мөлдір болды. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен қуанып қаламын. Басқа да тағамдардың рецептері бар. Каналыма өтіп, қарап кетіңіздер. Сіздермен болған Назым.